Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, құрамына ешқандай сүт пен жұмыртқа қосуды қажет етпейтін, бірақ өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығатын бөлішкелердің рецептісін ұсынамын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыз су, сұйық май, қант, ашытқы, тұз және ұн. Ең алдымен шұңғыл ыдысымызға ашытқымыз бен қантымызды саламыз дағы үстіне жылы су құямыз. Суымыз қатты ыстық болмауы қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еруі қажет. Үстіне кішкене тұзымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Тұзымыз бен қантымыз ерігеннен кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Басында қасықтың көмегімен араластырамыз дағы, артынша қолымызбен қамыр илейміз, ұнымызды бөліп қосамыз. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемдерін видеоның астында описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ыдыста қамырымызды илеп алғаннан кейін жұмыс столына салып, тағы да 1-2 рет басып, толық қамырымыздың иін қандырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға салып, шұңғыл ыдысымызға бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. 40-60 минут, яғни 1 сағат көтерілуге жіберсеңіздер жеткілікті. Біздің қамырымыз дайын, айбат көтерілген, өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай. Енді осы қамырды ыңғайлы болу үшін өзіме 2-ге бөліп алдым. Бұл бөлішкелердің ортасына біз салма саламыз. Салмамыз қант және корица қосамын. Корицаны ұнатпасаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар болады. 1 ас қасық қант пен 1 ас қасық корицаны, ұсақ ұнтақталған корицаны араластырып аламын. Ең алдымен дайындап, салмамыз дайын. Енді қамырымызды жұмыс столымызға салып, оқтаудың көмегіменен мейлінше 4 бұрышты қылдырып жаюға тырысыңыздар. Өйткені біздің бөлішкеміздің формасын жасауға домалақ қамыр емес, 4 бұрышты қамыр қажет болады. Қатты қалың қылмай, шамамен 4-5 мм қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Мінекей. Енді осы қамырымыздың үстіне сұйық майымызды жағамыз. Толық барлық жеріне жағылуы қажет. Сұйық майымызды жағып алғаннан кейін үстіне қазір салмамызды салатын боламыз. Қасықтың көмегімен сеуіп шығамыз салмамызды. Толық сеуіп болғаннан кейін қамырымыздың екі жақ шетін қарама-қарсы бағытта бір-біріне түйістіреміз. Шымшып екі жағын қосып аламыз да қолымызбен кішкене ақырындап басып шығамыз. Енді осы ортасына тағы да сұйық май жағамыз, бірақ бұл жерге салманы салмаймыз. Қажеті жоқ салма салудың. Енді екі жақ шетін біріктіреміз, бірақ та түйудің қажеті жоқ. Жай қолымызбен басып шықсаңыздар болғаны. Енді шамамен 4 сантиметрдей осылай кесіп, жолақ қылдырып кесіп аламыз. Пышағымыздың өтпейтін жағыменен басып, екі жағын соза отырып, бөлішкеге форма келтіреміз. Міне видеода көріп отырғандарыңызда өте оңай. Екі жақ шетін қамырымызды соза отырып, бір-біріне айқастырып біріктіреміз. Міне осындай өте әдемі бөлішкенің формалары шығады. Енді үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Әдемілік түс береді. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің бөлішкеміз дайын. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.